Hoş келдіңіздер менің каналыма. Мен бүгін қызылша салатын жасаймын. Свекольная икра, бұл жерде свекла, помидор, перец, сәбіз, чеснок, бір арталашты бұрыш саламыз. Бұл жерде мен свекла менен сәбізді бірге тартып алдым. Етті таштан бірге 30 минуттай қуырамыз. Одан кейін помидорды саламыз. Етіс екеуін. Оны да тоже 30 минут қуырып аламыз. Одан кейін чеснок, ашты бұрыш және әрине тұзын қантын саламыз. Осындай қызылша салатын жасап аламыз. Банкілерді стерилизовать етіп, әдемі салаттар жасаймыз. Дәмі ерекше. Күзгі менің каналым.